Сөзді келесі спикерге береміз. Педагог зерттеуші, номер 15 гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Алдабергенова Қарлығаш Ерғалиевна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы әдебиетке алғашқы қадам, 4-ші сыныптарға арналған жұмыс. 1 минут, қазір демонстрацияны өзім қосамын. Сәлеметсіздер ме? Сіздердің бәрлеріңізге авторлық бағдарламаны қорғауға сәттілік тілеймін. Мені осы әдебиетке алғашқы қадам деп элективті курсты жазуыма, бағдарламаны пайдалануыма үлкен түрткі болған балалардың оқу сауаттылығы, бастауыш сыныптардың оқу сауаттылығы. Яғни олар мәтінді оқи алады, мәтінді оқиды, бірақ көп бала оның мазмұнын айтуға өте қиналады. Мазмұнын айтуға қиналады және мазмұн бойынша сұрақ қою, ол жағы жүзеге асып жатса, енді мәтіннің мазмұнына пікір білдіру болатын болса, олар өз пікірлерін, яғни кейіпкерлерге пікірлер білдіруге өте қиналады. Сондықтан мен осы курсты өзім жазуға осы мектептегі осы оқушылардың арасында қиындықтар түрткі болды деп айтқым келеді. Менің элективті курсымның мақсаты оқушылардың көркем әдебиетті сүйе білуге, оқырман мәдениетін дамытуға, шығарманы талдаудың басты дағдыларын қалыптастыру. Ал курсымның өзектілігі бастауыш сынып оқушыларына әдебиет әлемін таныстыру, олардың сөздік қорын байытып, көркем шығармаға қызығушылығын арттыру. 4-ші сынып баланың оқырман ретінде қалыптаса бастайтын кезеңі. Элективті курс балаларды ертегі, өлең, әңгіме жанрларымен таныстырып, көркем мәтінді түсінуге, кейіпкерді талдауға, шығармашылық жұмыс орындауға үйретеді. Енді бұл курстың міндеттері ол жаңа қазақ әдебиеті мен балалар жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Сол балалар шығармаларымен таныстыра отырып, сол жердегі кейіпкерлердің кім екенін, ол жағымды кейіпкер ме, жағымсыз кейіпкер ме талдай отырып, сол кейіпкердің жақсы жағын, жаман жағы болса, өздері соны қалай түзету керек еді, жақсы жағы болса, өздеріне осыны алар ма едің, немесе сен сол баланың орнында болсаң, не істер едің деген сияқты сұрақтар арқылы жан-жақты сол мәтінді талдауды үйретудемін қазір. Енді әдеби жанрларды, соның ішінде менің пайдаланғаным өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме, осы жанрларын ажырата білуді. Яғни бұл өлең бе, ертегі ме, мәтін бе, жоқ әлде бұл жұмбақ па, мақал мәтен ме деген сияқты. Кейіпкердің іс-әрекетіне баға беру, осы мәтіндегі негізгі ойды тауып, сол негізгі ойда автор бізге не айтқысы келіп тұр. Осы мәтінді толығыменен талдай отырып, балалардың оқу сауаттылығын арттыру болды менің міндетім. Және де оқу техникасын жетілдіру. Күтілетін нәтижелер не бұнда? Келесі. Күтілетін нәтижелер бұл жерде білімділік жағынан әдеби жанрлар таниды, балалар әдебиетінің негізгі өкілдерін біледі, шығарманың мазмұнын, композициясын қарапайым деңгейде талдай алады. Біліктілік жағынан кейіпкерлерге мінездеме береді. Яғни ол кейіпкер қандай кейіпкер? Жақсы жақтар бар ма, жаман жақтар бар ма, қу ма, жоқ әлде қатыгез ба, қатал ма, осындай жақтарын ажырата отырып, олар сол кейіпкерді қарапайым деңгейде ол кейіпкерге мінездеме бере алады. Енді және де осы мәтін негізінде қандай қосымша ақпарат беріліп отыр, сол қосымша ақпаратты да ажырата алады. Өз ойын, балалар қазір осы мәтінді оқығаннан кейін сол мәтін бойынша өз ойларыңды жазбаша жеткізуге жаңағы тырысыңдар деп сондай тапсырмаларда беруге болады. Сол кезде бала сол мәтін жайлы өзінің ойын, яғни бұның барлығы әдебиетке бір қадам, яғни біздің арамызда, біздің балаларымыз жазушы болмауға, ақын болмауға, кім кепіл, мысалы арамызда отырған шығар,
бұлақ көрсең белін аш деп, бұлақ көрсең көзін аш деп, сол балаларды жаңағы осындай әдебиет саласына тәрбиелей отырып, соған жетелей отырып, соған қызықтыра отырып, олардан жаңағы жазушы, мүмкін актер, мүмкін режиссер біздің Қазақстанға жетпей жатқан мамандық иелері болады дегенге мен кәміл сенемін. Енді қандай тәрбиелік мәні бар бұның? Бұл шығарма, бұл курстың оқу мәдениеті мен адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады, ұлт әдебиетіне қызығушылығын арттырады. Яғни бұлар менің күтіп отырған нәтижелерім. Осы күтіп отырған нәтижелерім де өз жемістерін беруде. Енді оқыту әдістері әңгімелеу, талдау, жұптық, топтық жұмыстар, рөлдік ойындар, шығармашылық тапсырмалар, өлең, ертегі құрастыру, кітаппен жұмыс, интерактивті әдістер, кластер, постер пен диаграммалары. Енді мен сіздерге осының ішіндегі маған үлкен жаңағы көмек беріп, балалардың мінезін ашуда, балалардың жаңағы ашылуында, сахнада сөйлеу кезінде ашылуға маған көбінесе осы әңгімелерді, ертегілерді рөлдерге бөліп ойнау өте күшті құрал болып көрініп жатыр. Кешірім сұраймын. Енді осы жаңағы жүргізілген жұмыстарды бағалау түрлері қалай өткізіледі? Бағалау түрлері ауызша жауап, шығармашылық жұмыс, мен жобаларды қорғау, оқырман күнделігі, өзін-өзі бағалау, жаңағы өздері қалай осы кейіпкерді аша алды ма, осы мәтінді талдай алды ма, осы мәтінді талдауға оларға не жетіспей жатты, міне осының барлығын өздері бағалайды. Енді курстың мазмұны менде 34 сағаттан тұрады, және де ол 6 бөлімнен тұрады. Яғни бірінші бөліміміз біздің әдебиет әлеміне кіріспе. Бұл жерде әдебиет әлеміне кіріспе дегенде әдебиет дегеніміз не, оқырман мәдениеті қамтылады, әдеби жанрлармен танысу, қандай жанр түрлері бар, және де көркем тіл, бейнелі сөздер. Яғни көбінесе біздің балалар жалпақ тілде сөйлей алмайды, көсіліп сөйлеулері өте төмен, себебі кітап оқулары жетіспей жатады. Сол осы әдебиетке баулу үшін, әдебиетке қызықтыру үшін тілдерін дамытып, көркем сөздерді, бейнелі сөздерді көбірек қолдану үшін бұл 4 сынып оқушысы әбден лайық деп өзім солай деп шештім. Өйткені мен қазір бастауыш сыныпта жұмыс істегеніме бірнеше жыл болып қалды. Содан менің өзімнің жасаған қорытындыларым бұл. Енді келесі бөлімі қазақ халық ауыз әдебиеті. Сіздер білесіздер, қазақ халық ауыз әдебиеті өте балалар арасында, тіпті біздің үлкен әжелерімізде қазір өмірден өтіп бара жатқандықтан осындай әңгімелерді, халық ауыз әдебиетінің ертегілерді балаға айтып беретін әжеде саны өте аз. Сондықтан осы халық ауыз әдебиетінің ішіндегі мен алғандарым ол ертөстік, алтын сақа, батырлар жыры, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, және балалар өз ертегілерін өздері құрастырып, жаңа шығармашылықпенен жұмыс жасауға баулу. Яғни қорытынды сабақ бұл ауыз әдебиеті бойынша викториналық сұрақтар, жаңа қандай біз ертегілер өттік, мынау қай кейіпкердің бейнесі деген сияқты викториналық сұрақтар арқылы қорытылады. Келесі бұл қазақ балалар әдебиеті. Қазақ балалар әдебиетінде сіздер білесіздер, бұл жерде Ыбырай Алтынсаринді кіргізбеске болмайды. Ахметбай